Армысыздар, ардақты қауым, сіздермен бірге журналист Жазира Байдалы. Бүгін менде қонақта жеке меншік мектеп Тамыз Education'ның бас директоры Бауыржан Серікұлы. Қош келдіңіз студияға. Рахмет, саламатсыздар ма? Бауыржан мырза, біздің кезімізде ата-анамыз мектепті бірақ қана логикамен таңдайтын. Мынау сенің мекенжайың, соған ең жақын орналасқан мектеп, сен баратын мектеп. Яғни қайсысы жақын, сен соған барасың. Ал қазір ата-аналар мектепті қалай таңдаймыз деп бас қатырады. Міне қазір оқудың мерзімі аяқталып жатыр. Ата-аналар бірінші сыныпқа баламды қайда берем, жоғары сыныпқа өтейін деп жатыр, оны қайда берем деген сияқты неше түрлі сұрақтарға бас қатырып жатыр. Соларға бір көмектесейік, жақсы бір пайдалы сұхбат жазайық. Ең алғашқы сұрағым, мектепті қандай критерий бойынша таңдаған дұрыс? Дұрыс айтасыз, негізі тарих жағынан қарайтын болсақ, өзімізде сондай принцип бойынша таңдағанбыз мектепті, өзіміз емес, ата-аналарымыз. Тұрған жерге жақын деген сияқты мектепті таңдап, бірақ сол 90-шы жылдан бері селективная школа дейді ғой, яғни іріктеліп алынатын мектептер пайда бола бастады. Оның ішінде жаңа сол кезде қазақ-түрік лицейлері пайда болды. Содан кейін мемлекет сәл жаңа мектеп, гимназия, лицейге көбірек көңіл аудара бастады. Мысалы, мен өзім сондай бір іріктелген жаңа лицейге түсіп, экономикалық лицейге түсіп, соны тәмамдап бітірдім. Одан кейін бертін келе жаңа республикалық математикалық мектептер ашыла бастады. Оның ішінде жаңа Назарбаев мектептері пайда болды. Сөйтіп жаңа жекеменшік секторда алға басып жақсы дамып кетті де. Енді қазір таңдау көп болып кетті. Ал ол кезде таңдау аз болып еді. Таңдау болмағандықтан ата-аналар таңдамады дейсіз. Таңдамады, иә. Қазір көп. Өте көп. Селективті мектеп дегеніміз? Селективті іріктеліп алынатын мектеп дегеніміз, яғни емтихан өткізеді, белгілі бір жаңа бағдарлама бойынша, немесе мысалы тереңдетіліп оқытылатын бағдарлама бойынша, мысалы математикадан, немесе физикадан, немесе басқа бір пәндерден. Қалай мектеп таңдау керек, қандай критерий? Негізі өте күрделі сұрақ, ол қарапайым сұрақ емес. Иә. Ең маңыздысы туралы айтатын болсақ, ол бірінші орында, енді менің ойымша, бұл өзімнің пікірім, субъективті, тарихы бар мектеп таңдау керек. Неге десеңіздер, дәп қазір мектеп, немесе жекеменшік мектеп былай енді брендке айналып кетті десе болады, трендке айналып кетті. Иә, трендке, яғни кәсіптің бір түрі, бизнестің бір түрі деп. Бірақ бұл тағы да менің жеке ойым, білім саласы және медицина саласы, ол деген әлеуметтік жауапкершілігі өте жоғары салаларды, оларды былай немқұрайлы мынау бизнес болсын деген сияқты ондай жаңағы жіберіп алмау керек бақылаудан, былайша айтқанда. Неге? Өйткені салдары өте, мысалы 5 жылда, 10 жылда бір белгілі бір жаңағы салдарға алып келеді осы екі сала. Сондықтан қазір таңдау көп, мектептер көп, жаңа брендтер көп. Ата-ана ең бастысы тарихы бар мектеп таңдау керек. Бұл жеке меншік қана мектеп емес, жалпы мысалы біз мемлекеттік мектеп туралы айта аламыз. Бізде мықты, өте жақсы, сапалы білім беретін мемлекеттік мектептер бар, лицейлер бар, тарихы бар. Жаңағы тарихы деген кезде бұл жерде әрине оқушылардың жетістігін айтамыз. Яғни оқушылардың мысалы академиялық жетістігі дейміз, олимпиадалар, ғылыми жобалар, бір әлеуметтік жетістіктер, спорттан жетістіктер бар мектепте бар, өте мықты. Ал тарих дегенде оны бір белгілі бір уақыт аясымен шектеуге бола ма? Мысалы, мектептің ашылғаны 3 жыл, небәрі 3 жыл. Бірақ олимпиада жеңімпаздары бар. Немесе ол 5 жылдан асу керек па, 10 жылдан асу керек па? Қазір өзі уақыт бір тез өтеді ғой, қазір неге десеңіздер, өзгерістер тым тезді, өте қатты өтеді. Сондықтан енді 5 жыл деген ұзақ уақыт шығар қазір. 3 жыл деп айтуға болады, иә. 3 жыл ол жақсы критерий деп айтуға болады. Егер 3 жылда мектептің жетістіктері өте жақсы болса, яғни тек қана жаңа олимпиада, академиялық жетістіктер емес, ол мектептің түлектері бір жақсы оқу орнына түсіп, мамандықтың иесі болып, я болмаса кейбір грантқа түсіп жатса, онда әрине ол өте тамаша мектеп. Өйткені біз тарих деген сөзді естісек, мысалы мен бірден 10-20 жыл дегенді ойлап кеттім да. Сондықтан да 2 жыл болса да, бірақ нәтижелері 3 жыл деп айтуға болады. 3 жыл болса, нәтижелері марынды болса, демек ол мектепке назар аударуға болады. Тағы қандай критерий бар? Одан кейін әрине ондай жетістіктерге жету үшін, ол жетістіктер жай ғана бір аспаннан түсе салмайды. Ол деген бір үлкен еңбектің салдары ғой, нәтижесі. Ол кімнің еңбегі? Ол әрине ұстаздардың еңбегі. Яғни ұстаздар, мұғалімдері, апайлары, ағайлары, жаңағы қандай тәжірибеде, тәжірибесі қандай жоғарғы оқу орнын тәмамдаған, бітірген, жалпы еңбек өтілі
қанша деген сияқты сондай сұраққа назар аудару керек. Бұл жерде әрине ұстаздар барлығы жаңағы 30-40 жыл жұмыс істеп көрген адам болу шарт емес. Екінші жағынан барлығы кілең жас маман болмау керек. Мен айтайын дегенім, бұл бір жақсы бір сондай бір микс болу керек та, яғни арасында тәжірибесі мол да мамандар және бір жанып тұрған, энергиясы асып тасып тұрған жас мұғалімдер де болу керек. Ең басты осы екі критерий ма, әлде тағы қосатыңыз бар? Мысалы, инфрақұрылымға қарап таңдайтын ата-аналар бар. Инфрақұрылым дегеніміз ауласы қандай, балалар қайда жүгіреді, қайда отырады, парталары қандай, ішінде қандай құрал жабдықтар бар дегендей. Иә, әрине инфрақұрылымы өте маңызды. Мемлекетте өте жақсы соған көңіл аударып жатыр. Инфрақұрылымы жақсы мектептер пайда бола бастады. Бар да қазір. Жалпы Алматы қаласында ғана емес, енді жалпы еліміз бойынша деп айтуға болады. Бірақ мен бұл жерге қосарым, Алматы қаласында ол инфрақұрылым ғана емес, сонымен қатар оның орналасқан жері өте маңызды. Өйткені біз білеміз, кейде мысалы өзімізге ыңғайлы деп үй жағымызға егер жақын мектеп таңдау мүмкін, енді уақыт аз кетеді. Бірақ екінші жағынан ойлап қарасақ, енді біріншіден кептеліс, екіншіден жаңағы смогтың мәселесі, ауаның тазалығы, сапасы, ауаның сапасы мәселесі, сол мәселесіне қарайтын болсақ, әрине егер сондай мүмкіншілік болып жатса, сол қаладан бір тыс, енді ауасы тазарақ деген сияқты сондай жерлерді қарастырып, енді ондай мектептер біреу емес, қалада бірнешеу. Иә. Неге десеңіздер, аптада 7 күн, ол 7 күннің 5-ін бала қайда өткізеді, мектепке өткізеді. Таңғы 8-ден кешкі 5-ге дейін сол ауамен демалады деген сияқты. Енді инфрақұрылым деген бір орында қазір тұрмайды. Әрине, қазір жеке меншік мектептерде жаңағы жақсы бір бассейндары бар, бір әдемі кітапханалары бар. Сол жағынан енді орындық болсын, не болмаса парта болмасын, дизайн жағынан бір жаңа мектептер ашылып жатыр. Ең маңызды деп айта алмаймын мен. Өйткені әп-әдемі мектепте отырып, ешқандай жетістікке жетпеуі де мүмкін де. Ата-аналар жаңа келеді, 3 жыл оқыдық, 2 жыл, 4 жыл оқыдық, әдемі мектеп екен, бірақ баламыз ешқандай жетістік жоқ, ешқай жерден орын алмаған, не жаңағы негізгі пәндерден, не ағылшыннан, не математикадан деп сөйтіп сұрақтармен келеді. Сондықтан енді ол керек критерий, бірақ ең маңызды деп айтпаушы едім. Жалпы білім саласы өкінішке қарай, бәлкім қуанышқа қарай ма? Енді бәрі бәсекелестікке байланысты ғой, кәсіптің бір түріне айналып бара жатыр дедік қой. Яғни кез келген бір жерді жалға алу арқылы оны балабақшаға, мектепке, білімді дамыту орталығына айналдырып жіберуге болады. Демек, осы жерде бір сұрақ туындайды. Мектеп болу үшін оған бір заңды құжат беріледі ғой. Әрине. Критерий кезінде біз барып, лицензия бар ма сіздерде, құжат бар ма, біз көрсек бола ма деп ата-ана ретінде сұрай аламыз ба? Әрине, кез келген ата-ана оны сұрай алады, сұрау керек те. Өйткені мысалы, енді жалпы ол мектепте болу керек. Кез келген мектепте ол лицензия деген болу керек. Жалпы ол лицензия ғана емес, сонымен қатар жаңағы СЭС дейміз, санитарлық органдар беретін құжаттар болу керек. ПТМ дейміз, технический минимум, соның бір құжаттары болу керек, антитеррордың құжаттары болу керек. Енді ол кез келген жекеменшік ашылған мектеп ашылған кезде сол құжаттардың барлығы дайын болып тұру керек. Онсыз ешқандай мектеп жұмыс істемеу керек негізі. Жұмыс істей алмайды, немесе істей ала ма? Жұмыс істей алмайды, жоқ. Жұмыс істей алмайды, әрине. Енді осы алдындағы айтқан критерийға осыны қосуға болады әрине. Енді мектеп деген қазір сондай бір күрделі тақырып, өйткені балаңның тағдыры осы бір мектеп таңдауға байланып қалған сияқты. Біріншіден, баланы қайта бір мектептен екінші мектепке ауыстыру балаға да моральдық тұрғыдан қиын, ата-анаға да қиын. Сондықтан да бір рет таңдау жасаған кезде жақсы таңдау жасаған келеді. Сондықтан да біздің ата-аналар осы Бауыржан мырза атаған 4 критерийге сенеді деген ойдамыз. Жалпы мектеп деген және жекеменшік мектеп деген екі ұғым бар. Қазір екеуі қатар дамып жатыр, және жекеменшік мектеп деген андай трендке айналып жатыр. Неше түрлісі шығып жатыр, жарнамаға шығып жатыр. Көресің, қайсына барарыңды білмейсің. Сол критерийден бөлек жалпы жекеменшік мектептің кәдімгі мектептен басты айырмашылығы неде? Мысалы, не үшін ата-ана білімге соншама ақша құю керек? Енді дұрыс айтасыз, өте орынды сұрақ. Мен жалпы бұл жерге қосып кетуші едім, жаңағы 5-ші критерий деп. 5-ші критерий осы сіздің осы сұрағыңызға жауап береді. Қазақстанда 800-ден астам жеке меншіктер бар. 800-ден астам.
ол соңғы бір 5-10 жылда арасында да еселеп өсіп кетті. Бұл жерде енді мен әрине жаңағы білім министерствосына жұмыс етпейміз, сондықтан мына мектеп жаман, мына мектеп жақсы деп айта алмаймын. Бірақ жекеменшік мектептердің ішінде сапалы мектептер бар, сапасыз мектептер. Тура осындай ситуация бізде өзі мемлекеттік мектептерде солай. Мықты мектептер бар және әлсіз мектептер бар. Сондықтан осы үлкен бәсекелестіктің нәтижесінде менің ойымша ең мықты деген мектептер одан сайын шыңдалып мықты бола береді. Қазақстан мектептері халықаралық стандартқа жақындап келді. Егер де мысалы бір 10 жыл бұрын, 15 жыл бұрын барлық ата-аналарды алатын болсақ, осы жекеменшік секторда жүрген біле бермейтін, мысалы IB деген не, халықаралық бакалавриат, Кембридж A-levels деген не деген сияқты. Оның мемлекеттік стандарттың айырмашылығы қандай, немесе advanced placement дейміз, немесе бір америкалық стандарт шығып отыр. Енді қазір осы бәсекелестіктің арқасында ата-аналар соны түсініп келе жатыр. Кейбір ата-аналардың мысалы үлкен балалары мектепті бітіріп, шетелге оқуға түсіп, бір кері байланыс беріп сөйтіп жатыр да, жаңағы таныстарынан, тамырларынан естіп. Соның арқасында жалпы ата-аналар қазір бізде кішкене білім жағынан кішкене ағартылып келеді деп айтуға болады. Сауатты болып келе жатыр, иә. Ол өте жақсы. Жақында ғана сіздің сторисіңізден байқап қалдық. Тамызда 4 балаға қателеспесем грант берілетін болыпты. 1 жыл бойы тегін оқиды. Дұрыс қой, иә? Барлығы дұрыс, иә. Тамыз High School деген біз жеке бағыт, жаңа бағыт ашып жатырмыз. Сол жаңа бағыт аясында сол грант саны беріледі. Енді мен нақты грант санын айта алмаймын, өйткені ол жаңағы қанша бала келеді, және де ол балалардың сапасына байланысты болады. Яғни тест тапсырып, сол тесттің нәтижесіне қандай нәтиже болады, соған байланысты айта аламын. Өйткені жекеменшік мектепте айтып өткендей, жағдайы бар ата-ана баласын беріп жатыр. Ал енді біз мысалы Кореяның дорамаларын көрсек, ол белгілі бір оқиғалар жекеменшік мектеп қабырғасында өрбиді. Грантта оқитын балалар мен грантта емес балалар бір-бірімен бәсекеге түседі. Ана бай бағлан балалары гранттағы балаларды кемсітеді. Сөйтіп мектепте буллинг болады да. Сол тұрғыдан қауіп жоқ па? Грантта оқитын балалар тамыздағы басқа балалармен өздерін салыстырып, немесе аналар оларға тиісіп, қандай да бір қысымға ұшырамай ма? Буллингті қалай алдын аласыздар? Кез келген оқушы бір жаңа классқа келген кезде социалдық тұрғыда өзінің орнын табу керек. Және де ол әрдайым лидер болады деп айта алмаймын. Табиғи тұрғыдан қарайтын болсақ, лидер біреу болады мысалы сыныпта, немесе екеуі болар. Бір кезең болады, сол кезеңнің ішінде ол оқушы былайша айтқанда сол коллективға сіңіп кетеді. 2-3 жылда сол коллективтің мүшесі болып кетеді да, ол қатты буллинг деген ондай бола бермейді. Ал мынандай статистика бар ма? Кәдімгі мектепте буллинг азырақ, жекеменшік мектепте буллинг жоғарырақ деген сияқты. Әлде буллинг деген мәселе ол мектептің типіне байланысты емес па? Буллинг деген нәрсе енді ол былайша айтқанда шетел басқа тілден, ағылшын тілінен енген сөз ғой. Кез келген мектепте бар ол. Және де ол қазіргі заманның бір несі емес, мәселесі емес. Ол сіз бен біз мектепте оқығанда да болған. Мысалы, біз енді оны буллинг деп атамайтынбыз. Мүмкін кей жағдайда оны ата-аналарды біле бермейтін, мектептің әкімшілігі де біле бермейтін. Неге десеңіздер, ол кезде әлеуметтік желілер жоқ, ол кезде камералар жоқ, мектепте барлық жерде тұрған интернет жоқ, біреу видеоға түсіріп барлығы тарап кететіндей деген сияқты. Сондықтан бұл мәселе әрдайым болды деп айтуға болады. Әрине бұл мектептің әкімшілігіне, директоры немесе болмаса завучтардың кәсіби бір мамандығына сәйкес шешіледі да мектептің ішінде. Бір таксистпен өтіп баратсақ, тура Тамыздың жанынан өтіп жатқан кезде сол кісі айтады, мына Тамызда дейді, кең байлардың еріккен балалар оқиды дейді. Андай комментарий естіген кезде біртүрлі болып қаласың да, өйткені өзің де балаң Тамызда оқиды. Ол кісі отырып алып, енді былай сырттан томып шығып жатыр да. Байқағанымдай, осы жеке меншік мектептегі балаларға деген қоғамның белгілі бір өлшемдегі белгілі бір таптаурынды бір өзінің бір көзқарасы бар да. Енді мен мынадай бір қызық сұрақ қойым деп тұр. Тамыздың ата-аналары қандай? Кім ол? Кімдер баласын беріп жүрген, осыншама ақша беріп жүрген кімдер олар? Кәсіпкерлер ма бәрі кілең? Бәрі кілең саудагерлер ма? Бәрі кілең әнші блогер ма? Кім баласын оқытылады оны мектепте? Тамыздың ай сайын немесе жылына төлейтін бағасын қарайтын болсақ, Алматы бойынша біз 12-ші орындамыз ба, 11-ші орындамыз. 11-ші орын? Иә.
яғни бізден қымбат, мен енді олардың қазір айта алмаймын аттарын, бірақ бізден қымбат мектептер өте көп, 2 есе 3 есе қымбат. Сондықтан енді бүкіл Алматының ең бай адамдары бізде оқиды деген мен айта алмаймын. Басқа мектепте мүмкін оқитын шығар, сол бізден қымбат. Бірақ дәл енді бізде ондай ситуация жоқ деп айтуға болады. Енді екіншіден, әрине ата-аналардың көпшілігі бизнес саласынан, сауда саласынан, бизнес саласынан, жаңағы 12 жыл Назарбаев мектептерінде жұмыс істедім ғой. Сол кезде бір күні сағат кештеу шықтым, 7-8-де, содан бір машина келіп тоқтатты, бауырым мынандай жерге қалай жетуге болады деп сұратты. Қаланың адамдары емес, басқа жақтың адамдары екен. Сосын айттым, көрсетіп жіберейін деп машинаға отырып келе жатырмын да, сосын мектептің жанынан бүйтіп айналып келіп бара жатыр да, ой, мына мектеп деген ыңғай, аға көкелердің балалары оқитын мектеп қой деп. Кәдімгідей замат еді ғой, мына 7 жыл істеп келе жатқан мектебін. Сосын түсіндіріп айттым, жоқ, сендердікі қате, бұл жерде жаңағы конкурспен іріктеліп, сантехниктің, электриктің жаңағы баласы, врачтың баласы оқып жатыр. Қаншама мысалы алдымда 7 жылдан өтті ғой деп сөйтіп жол андарға түсіндіріп бердім да. Екінші жол сөйтіп айтпайтындай деп. Тамыз жайлы енді әрине жағдайы кішкене бар, ата-аналардың балалары оқиды, ол рас. Бірақ екінші жағынан қарайтын болсақ, соңғы 3 жылда біз кішкене құндылықтарды ауыстырып жатырмыз. Менде бір қызығы болды. Біз енді мына мектеп формасына келген кезде кішкене талап етеміз да балалардан, бренд кимеңдер деп. Содан бір күні бір бала Прада аяқ киіммен жүрді. Енді бренд кимеңдер деп біз 2-3 апта айттық. Ана баланы көремін, сосын шақырып аламын. Деме, о неге ағай дейді. Айтамын, ол менің таңдауым дейді. Мен айтамын, жақсы, сенің таңдауыңа мен қарсы емеспін. Мектептен кейін, білмеймін, басыңа тәж киіп ал, алтында маған мен шаруа емес дедім, қалай жүрсең де. Бірақ мектеп үшін олай жүрмеші деп. Сосын неге дейді ол, үлкен бала. Айтым, өйткені сен классқа барасың, мысалы деймін да, сенің классыңда немесе мысалы параллельный класста енді бір жас жоғары, бір жас төмен балалардың барлығына ондай Прада киетін мүмкіндік жоқ. Сен осылай киініп келсең, сен басқаларға кішкене былайша айтқанда прессинг жасап отырсың да енді, иә. Ол сенімен өз-өзін салыстырады, ол үйіне барады, әкесінен талап етеді, маған да Прада алып бер деп, соны түсіндіріп айттым. Сосын 2-3 күннен кейін кабинетіме жүгіріп келіпті. Ағай, қараңыз, мен басқа аяқ киіп келдім деп, бір жасым жоқ деп. Бұл жерде баланың өзі саналы болып тұр ғой. Иә. Егер ұл барып әке-шешесіне барып шағымдансыншы, әке-шешесі келсе ше. Ол енді мектептің талабы. Біз талап ете аламыз. Ата-анамен келісімшарт бар ма? Ол жерде бәрі жазылып тұра ма? Мысалы, бренд кимеу деген сияқты. Келісімшарт емес, сол мектептің бұйрығы. Бұйрығы. Мектептің бұйрығы, иә. Бұйрығында бәрі ескерілді. Иә, әрине директор ретінде кез келген директор бұйрық шығара алады ғой. Бұл жерде ешқандай заң бұзылып жатқан жоқ қой енді, мектептің талабы. Содан кейін енді соңғы 3 жылда қолдан келгенше құндылықтарды өзгертіп жатырмыз. Яғни бұрын мысалы балалар, ой, мынау пәленше деген машинамен келіпті, мынау жаңағы пәленше деген бренд киеді екен дегеннен, қазір сөйтіп ол ондай бала мықты емес. Қандай бала мықты? IELTS жоғары, ағылшын деңгейі жоғары, пәленше бал алды екен. Мысалы 9-дан 8 алды екен. Мына бала деген олимпиададан шетелге мысалы Лондонға ұшып келіп орын алыпты. Деп мысалы мына бала бір спорт нәтижелері бар екен деп, сондай балаларды біз үгіттеп, насихаттап, шақырып, алғыс хат беріп, ата-аналарын шақырып, сөйтіп кішкене мәртебесін көтердік та. Сондықтан сол құндылықтар жүйесі кішкене өзгеріп келе жатыр деген мен үміттемін. Крутой бала мынандай емес, мықты крутой бала деген сенің SAT-ің жоғары, мынандай университетті шақырып алыпсың, сен де мынандай университетке түсіпсің, ертең ойланады да. Мысалы біз мектепте өзіңіз білесіз, балаларды жаңағы кімнің қайда түскені стенд тұр ғой. Мен мына стендте 1 жыл, 2 жылда мен де стендте тұрамын ғой, мысалы. Сол жерде сол кезде қандай ақпарат жазылып тұрады екен деп сөйтіп ойланады да олар. Ол жерде мынандай пәленше бренд киіпті, мынандай телефонмен жүріпті деген тұрмайды ғой, мысалы. Сондықтан сондай үміттеміз енді. Брендпен емес, біліммен жарысып жатыр дейсіз. Дұрыс, біліммен. Брендпен емес, біліммен. Енді мынау мұғалімдер жайлы айтайықшы. Мұғалімдер қазір бала оқытуға энергия кетіреді. Бірақ енді мен журналист болғаннан кейін халық арасында жүресің, естисің, бірақ оларды қазір ата-аналар көбірек қинайды екен. Кешке үйге барады ғой. Сол кезде әрбір ата-ананың үй тапсырмасы қандай, балам бүйтті ма, сөйтті ма деп сұрауы, біреу
қоңырау шалады, біреу смс жазады, біреу WhatsApp-қа хабарласады, біреу Telegram-ға бір файл жібереді, қарап жіберіңізші деп. Ал жекеменшік мектепке берген ата-ана мұғалімнен 2 есе 3 есе талап етпей ма? Одан сайын сіз маған бүйтуіңіз керек, сіз маған мынаны жіберуіңіз керек деп талаптарын күшейтіп, мынау мұғалімдерді жеп тастамай ма? Бұл сыныпқа байланысты. Өйткені мысалы мектепті алатын болсақ, бастауыш сынып ол бір бөлек әлемде. Бөлек әлем, иә. Иә. Сосын орта сынып дейміз, ол 5-ші сыныптан 8-ге дейін. Сосын жоғары сыныптар 9-дан 11-ге. Үшеуінің спецификасы әртүрлі. Және де мұғалімдердің жұмыс істеу барысы, тіпті мұғалімнің жалпы ата-анамен қарым-қатынасы мүлде бөлек те. Мына үш буында бөлек. Сіз айтып отырған көбінесе бастауышқа келеді. Бастауыш, иә. Дұрыс айтасыз. Бастауышта балаға энергия деген көп кетеді. Негізінен менің ойымша соңғы бір 30-40 жылда көп адам оқуға түскен кезде мына мұғалімдік профессияны саналы түрде таңдамады. Неге десеңіздер, ол кезде жаңағы енді мына жерде грант бар екен деп таңдады. Енді ол әлеуметтік жағдайға байланысты. Мұғалімдік деген әсіресе бастауыш мектепте жұмыс істеу өте қиын. Баламен жұмыс істеп, сен сол балалардан өзің бір ләззат алып, балалармен жұмыс істеп, энергия алып, бір энергия алмасу болмаса, әрине бір күйзеліске келесің. Кез келген сынып жетекшінің сыныбында енді 20-дан астам оқушы бар. Ол 20-дан астам оқушының жоқ дегенде 30-40 ата-аналары бар, кей жағдай апалары, аталары бар. Иә. Сынып жетекші өзінің талаптарын қою керек та. Өйткені ол 20 ата-анаға әрбір ата-ананың талабына сай болудың мүмкін емес ол. Ол не психологиялық тұрғыдан мүмкін емес, не былайша айтқанда бір физикалық тұрғыдан мүмкін емес, өйткені уақыт жетпейді оған. Ол сынып жетекшінің өзінің жанұясы жоқ па, өзінің бала-шағасы жоқ па, өзінің жеке өмірі жоқ па деген сияқты. Сондықтан бұл күрделі мәселе. Маған айтуға ол жеңіл, әрине. Сынып жетекшіге істеу ол әлдеқайда қиын, бірақ менің жауабым сынып жетекші өзінің талабын қою керек. Яғни пәленше уақытқа демей жауап беремін. Құрметті ата-аналар, мына уақыттан бастап кешіріңіздер, мен жауап бере алмаймын. Үй жұмыстарыңызды міне алдын ала берем, міне мына беттен оқу керек, мынау срок, мынау дедлайн деп сөйтіп өзінің талаптарын қою керек. Бұл жерде мұғалімге көшбасшы болу керек сияқты ғой. Әрине көшбасшы. Егер ол әрқайсының ыңғайына кете берсе. Жоқ, ол мүмкін емес. Онда ол мүмкін емес. Біз енді жеке меншік мектеп дедік, кәдімгі мектеп деп айтып жатырмыз. Ең бастысы білім ордасын қалай таңдау керек, қандай критериялар бар, сол туралы әңгіме қосып жатырмыз. Осы уақытқа дейін 4 жайлы айттық қой. Енді 5-ші критерий меніңше ол орта. Орта деген сөз баланың кімдермен оқитыны. Егер барлығы брендпен емес, біліммен жарысса, дұрыс. Демек, біліммен жарысатын орта қалыптасады. Иә. Мектеп таңдаған кезде қатты білімге сену керек па? Әлде қандай балам қандай ортаға түседі, сол туралы ойлану керек па? Жалпы мектеп білім беретін жер ма? Тек қана білім беретін жер ма? Әлде орта қалыптастыратын жер ма? Бөлуге болмайды негізі. Екеуін де қатар беруге болады. Біріншіден. Екіншіден, бұл бұндай түсінік неге қалыптасты? Қазір өкінішке орай мемлекеттік мектептерде кейбір мұғалімдер ұнамаса жекеменшікке барып еді. Кішкене басқа түсінік қалыптастырады, сонда жекеменшікке барып, кішкене сапалы лау білім алам деген сияқты. Оны сондай комментарий айтқан кезде мұғалім, сол мемлекеттік мектептің мұғалімі өзі соны мойындап отыр да. Жұмысым ұнамаса, жекеменшікке барыңыз деген сияқты. Сіз айтып кеткен орта, мен ойлаймын, бұл әрине маңызды критерий. 5-ші критерий деп халықаралық стандарт туралы айтқам негізі. Мынау 6-шы критерий, сонда орта. Дұрыс айтасыз, бірақ ортаны мектеп қалыптастырады. Және де оны ортаны қалыптастыруға 1 жыл жеткіліксіз. Оған деген көп деген жылдар кетеді. Мысалы, кем дегенде 1-2-3 жыл кетеді деп айтуға болады. Ата-ана мектеп таңдаған кезде сол мектептің тарихын, оның оқушылары қандай жетістікке жетіп жатыр деген сияқты сондай бір критериймен таңдап, зерттеп, мағлұматты ақпаратты жинап таңдап барса, яғни ондай жерге бір ғана ата-ана емес, сол өз сияқты 100-200 ата-ана келеді ғой. Демек, барлығы дұрыс ортаны қалыптастырып отыр да, барлық ата-аналар бірге сондай таңдау жасап, көрдіңіз бе, күрделі таңдау жасап.
солай келеді. Сөйтіп орта қалыптасады. Ол ортада құндылықтар қандай? Сол сұрақ. Яғни бағанағы айтып өткендей кімнің қандай брендпен жүретіні ме, немесе жаңағы қандай жетістікке жетіп жатыр ма деген сияқты. Қараңыз, ортаны баласына жақсы мектеп таңдап жүрген ата-ананың өзі қалыптастырады. Біріншіден, өйткені олар жақсы мектеп іздеп келді ғой. Иә. Демек, соны ойлап жүрген, соған бас қатырып жүрген, баласына жаны ашып жүрген сауатты ата-ана келді. Оған сауатты мұғалім жолықты. Сауатты мұғалім тәртіп белгілейді, жақсы білім беруге тырысады. Мектеп айтады, бізде мынадай құндылықтар бар, біз Прада кимейміз, біз мынадай брендтермен жарыспаймыз, біз білімге мән береміз дейді. Сол құндылықтармен ақырын өсіп, сол мектепте орта қалыптасады. Демек, біз мектеп таңдаған кезде білімді бөлек, ол мектептегі атмосфера, ортаны бөлек қалыптастыра алмаймыз. Екеуі бір-біріне етене байланысқан дүниелер. Дұрыс түсіндім ғой? Барлығы дұрыс. Барлығы бір-бірімен тығыз байланыста да. Бүйтіп жіктеп жекелеп мынау ғана деп айтуға болмайды. Мен оны не үшін сұрап отырмын? Өйткені мектепке байланысты емес. Кейбір түлектер университетке барған кезде вайбқа қарайды екен. Бәлкім қазір мектепті де вайбқа қарап таңдайтын балалар бар шығар, ата-аналар бар шығар деген. Вайб деген не? Сен кіресің, күшті жарық әдемі түсіп тұр. Инстаграмға түсіруге арналғандай әдемі қанық бояулары бар, әдемі дизайнды жақсы бір стендтері бар, локациялары бар деген сияқты. Мен шынымды айтайын, ондай біраз адамды кездестірдім. Мен кірдім ол университетке, немесе колледжге, мен күшті вайбты сезіндім. Демек, бұл менің оқитын жер дедім, мен таңдау жасай салдым. Осы нәрсе бәлкім мектеп таңдағанда да әсер етіп жатқан шығар деген оймен сұрағаным ғой. Әсер етіп жатыр, ондай мектептер бар. Вайбы мықты, дизайн мықты, әдемі. Бірақ енді білім жағынан білмеймін, айта алмаймын, өйткені олимпиада бойынша мысалы нәтижелер көріп жатамыз. Бостандық районының нәтижесін көреміз, сол кезде көреміз қандай мектеп қандай жерде тұрған. Қалалық кітап өтеді, қалалық кітапта көреміз қандай жекеменшік па, немесе мысалы спецмектептер ма. Айтып отырғаным, сондай вайбы мықты мектептер мысалы олимпиада нәтижелері бойынша бірінші орында тұрмайды. Сіз жаңа айтып қалдыңыз ғой, егер саған бұл жер ұнамаса, жеке меншік мектепке бар деген мұғалім. Жалпы жеке меншік мектептерде мұғалімдерге шынымен көбірек еркіндік беріле ма? Өйткені қазір кәдімгі мектептен жеке меншік мектепке ауысып кететін мұғалімдер көп та. Бұл айлыққа байланысты ма? Еркіндікке байланысты ма? Әлде бірнеше фактордың бұл қосындысы ма? Енді еркіндік деген сөздің шығармашылық еркіндік. Шығармашылық еркіндік көбірек болады жеке меншік мектептерде. Енді мен де бір жаңалық ашып жатқан жоқпын, барлығымыз білеміз. Өзім де кезінде мемлекеттік мектепте жұмыс істеп көргем. Қағаз басшылық көп, әлі де көп. Яғни есеп беру, мектептің үстіндегі тұрған органдары бар, оларға есеп беру, одан олар өзінің тұрған жоғары органдарға есеп береді деген сияқты. Сондай қағаз басшылық әлі де көп. Әрине бұл шығармашылықты дамытуға өте қиын. Ал жекеменшік мектептерде әрине методика жағынан, әдіс тәсіл жағынан еркіндік бар. Өзінің курсыңды ойлап табасың ба? Қазір мысалы тіпті жасанды интеллект бар, соны қолданып бір басқаша бір методика ойлап табасың ба? Ол керісінше жеке мектепте ондай мұғалімдерді бағалайды жоғары дәрежеде. Жалақы жағына келетін болсақ, енді кез келген жеке меншік мектеп, барлығына мен айта алмаймын, ондай менде ақпарат жоқ. Бірақ мысалы біздің мектебімізде біз мемлекеттік мектепке қарағанда көбірек жалақы төлейміз. Кей жағдайларда өте көп жалақылары, бірақ енді ол әрине мұғалімнің жаңағы профессионализмына байланысты, жаңағы оның оқушылары жаңағы олимпиададан орын ала ма, ғылыми жобалардан орын ала ма деген сияқты сондай бір критерияларға байланысты жалақылары әлдеқайда көп артық болады. Тамызда қандай жаңалықтар бар және алда бізді не күтеді? Жаңа айтып өткендей, біз жаңа бағыт ашып жатырмыз, Тамыз High School деген. Ең әуелі ол кішкене қолжетімді болады, қазіргі бағадан арзандау болады. Ол жерге, ол бағытқа біз іріктеу конкурсын өткізіп жатырмыз. Енді біз мектебімізге келіп, өз көздеріңізбен көріңіздер. Жаңа бағытта біз 5 сабақты екі тілде өткіземіз, яғни қазақша, ағылшынша, содан орысша, ағылшынша. Ол математика, ол физика, химия, биология және информатика. Енді алдыдағы ең үлкен жаңалығымыз деген осы.
бірақ әрине мектеп тамыз мектебі ретінде біз әрқашан бір орында тұрмаймыз. Үнемі біз оқушыларымызбен бірге ілгері жүреміз білім жағынан. Рахмет Бауыржан Серікұлы. Ата-ана ретінде біз баламызға не бере аламыз? Алдымен ол әрине өмір, екіншіден бұл білім мен тәрбие. Білім мен тәрбие мәселесіне келген кезде мектептің алар орны ерекше. Сондықтан да мектеп таңдағанда селқос қарамайық ата-аналар, барынша мұқият болайық. Егер Тамыз Education мектебіне қызығып жүрсеңіз, келіңіз, көріңіз, қорықпаңыз, есіктері әрдайым ашық, келіп мұғалімдермен сөйлесіп, директорға жолығып, балаңызды емтиханнан өткізіп көріңіз, бәлкім өтеді де кетеді. Ал біз әрдайым сәттілік тілейміз. Сіздермен бірге болған Жазира Байдалы, сау болыңыздар.